Қайырлы күн, бұл транспорт ньюс ақпараттық бағдарламасы. Сіздермен мен Мөлдір Сембайқызы министрліктегі осы апта көлеміндегі айтулы жаңалықтармен таныстыратын боламын. Демалыс күндерін пайдаланып, көлік министрі басшысы Алматы, Жамбыл және Қарағанды облыстарының көлік инфрақұрылымының объектілерімен танысты. Ол Құрты ауылынан Астанаға дейін автокөлікпен жүріп өтті. Жұмыс сапары барысында Марат Қарабаев, Құрты Бурыл-Байтал, Балқаш Бурыл-Байтар, Қарағанды Балқаш учаскелерін қайта жаңарту барысын тексерді. Құрылыс нысандарына барған кезде министр өзіне алған шарттық міндеттемелерді сапалы орындау тапсырылған мердігер ұйымдармен кеңестер өткізді. Сондай-ақ министр Қонаев қаласының авто және теміржол вокзалдарына, Алматы қаласындағы логистика және көлік академиясына барды. Әрі қарай Марат Кәрімжанұлы Алматы метрополитенінде болды. Автокөлік құралдарын техникалық байқаудан өткізу нәтижесінде берілетін диагностикалық картаны цифрлық құжат форматына көшіру бойынша жұмыс өз мәресіне жетті. Аталған жұмыстарда Қазақстан Республикасы Көлік министрлігі, цифрлық даму инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігімен және ұлттық ақпараттық технологиялар акционерлік қауымдастығымен бірлесе отырып жүргізген болатын. Осылайша тексеруді растайтын құжат eGov Mobile қосымшасында көруге және жүктеуге қолжетімді. Естеріңізге сала кетейік, заңнама талаптарына сәйкес электрондық құжаттың қағаз түріндегі баламасы сияқты заңды күші бар. Жаһандық көлік форумы аясында Қазақстан мен Қытай көлік министрлері Бейжіңде келіссөз жүргізді. Марат Қарабаев пен Ли Сяопен көлік саласын дамытудың өзекті мәселелерін талқылады. Тараптардың айтуынша, Транскаспий халықаралық көлік бағыты бүгінгі таңда стратегиялық маңызға ие. Әрі екі ел арасындағы өзара әріптестікті арттыруға қабілетті. Естеріңізге сала кетейік, көлік министрі бастаған қазақстандық делегация Қытай Халық Республикасының астанасындағы жаһандық көлік форумының жұмысына қатысты. Сондай-ақ көлік министрлігінің басшысы Қазақстанның транзиттік әлеуетін дамыту мақсатында бірқатар келіссөз жүргізіп, Қытай темір жолының директорлар кеңесінің төрағасымен кездесті. Fly Arslan авиакомпаниясы A320 әуе кемесін алды. Сыйымдылығы 188 орындық бұл ұшақ флоттағы 17-ші. 2023 жылдың соңына дейін әуе паркін 13 ұшаққа дейін, оның ішінде жаңа борттармен кеңейту жоспарланып отыр. Аталған шаралар әуе компаниясын тасымалдау сыйымдылығын арттырып, рейстердің уақытылы орындалуына оң әсерін тигізеді деп күтілуде. Көлік министрлігінде республикалық маңыздағы автомобиль жолдарының қысқы маусымға дайындығы тақырыбында баспасөз брифингі өтті. Министрлік басшысы өңірлерге жасаған жұмыс сапарының қорытындысы бойынша ақпарат беріп, 4-ші билік өкілдеріне автокөлік жолдарының бүгінгі жай-күйі мен республикалық маңыздылығы бар жолдарда жүргізіліп жатқан күрделі жөндеу жұмыстарының барысы туралы айтып берді. Содан кейін министр Қазавтожол басқарма төрағасының дайындық жұмыстарын жүргізу туралы баяндамасын тыңдады. Брифинг барысында Марат Қарабаевқа ақылы жолдар, жолаушылар тасымалы мен авиация саласының дамуы мен жай-күйіне қатысты сұрақтар қойылды. Сұрақтарға жауап бере отырып, Марат Кәрімжанұлы жыл соңына дейін ұзындығы 2334 шақырым болатын 2 және 3 санаттағы 10 учаскеде ауыр жүк автокөлігі үшін ақылы жол жүру жүйесін енгізу жоспарланып отырғанын атап өтті. Министрліктегі осы аптадағы орын алған негізгі жаңалықтар осындай. Келесі бағдарламада кездескенше.